Бұлар Меккені ластайтындар көбейіп кетті деп, сондай әңгіме шығып жатты ғой. Осындай әңгіме қоғамда көп таралып жатыр. Меккені ластайтындар көбейді деген сияқты. Барады да келеді. Бұл өте үлкен, енді былайша айтқанда білімсіздіктің артынан айтылып жатқан сөздер ғой. Негізінде біз ол қалаларды ластамаймыз. Керісінше ол қалалар бізді тазалайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям умра мен умраның арасы пендені тазалайды дейді күнәдан. Және кедейлікке жолықтырмайды, ал қабыл болған қажылықтың сыйы тек қана жәннат дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жәннатқа да күнәсінен арылған адам кіреді ғой, дұрыс па? Демек, ол қалалар адамдарды не істейді екен? Тазалайды екен. Кімге нәсіп болды ол қалаларға бару? Ол қалалар адамдарды тазалауменен қатар оның сауаптарының артылуына, яғни бірнеше миллиондап артылуына себепші болады сауаптарының. Бір нәрсені білу керек, Мәккә деген сөз бар ғой, жалпы Мекке деген сөз Құранда да келеді. Соның тілдік мағынасын айтқан кейбір ғалымдар айтқан, Мәккә бұл имтисас деген, яғни сору, тазалау деген. Қасиетті қалаға құлшылық ниетімен келген адамдарды анасынан туылғандай пәк қылып тазалайтын қала деген. Сондықтан біз қаланы ластамаймыз, керісінше ол қалаға кімге бару нәсіп болса, ол қала пенделерді тазалайды екен, бірақ құлшылық ниетімен баратын болса.